Жансейітов Азамат Төлешұлы, экономика ғылымдарының магистрі, Манчестер университетінің түлегі. Бүгінде Қарағанды Бөкетов университетінің қаржы кафедрасында оқытушы қызметін атқарады. Өмірін спортсыз елестете алмайтын жас тәлімгер, сондай-ақ Батыр футбол командасының белсенді мүшесі. Алдағы уақытта білім ордамызда тұңғыш рет өткізейін деп жатқан мини-футболға қатысып, бақ сынаспақ. Манчестер қаласында болашақ бағдарламасымен шамамен 4-5 жылдай сол жақта оқыдым. 3 қалада, ол Ньюкасл қаласында, одан кейін Манчестер, Лондон 3 қалаларында болдым. Сонда жаңағы Ньюкаслда жерде бапкерлік бойынша сертификат иемдеген болатынмын, ағылшындардың футбол ассоциациясынан. Жерде көріп отырсаңыздар, жаңағы магистратура бойынша Манчестерде оқу тәмамдаған болатын, сол дипломым тұр. Мына жерде соңғы 3-4 жылдың медальдары. Мен Бөкетов университетінде жалпы өзім оқуды бастаған сол жерде, 11 сыныптан кейін сол жерге түсіп, қаржы мамандығын бітіріп, және де сол кезде де футболды ойнап жүрген болатынбыз. Кейін жаңағындай болашақ бағдарламасымен Ұлыбританияға кетіп, оқуымды тәмамдап, қайтып келіп, осы Қарағанды университетінде Бөкетов атындағы өз ісімді жалғастырып жатырмын қазір. Жалпы бұндай турнирлер болатын, бірақ кішігірім залда өзі ректор кубогы бар, одан кейін барып бізде спартакиада жыл сайын өтеді осы біздің университетімізде. Бірақ бұндай деңгейде, үлкен ауқымды деңгейде бірінші рет өтейін деп жатыр. Ол біріншіден жаңағы басшылардың көз бұрып футболға қарап, яғни бұл тартымды ойын екен, қызықты ойын екен. Осы арқылы көп нәрсені жаңағындай маркетинг жағынан тартымды болу үшін жасап жатқаны өте көңіл қуантарлық жағдай негізінде. Команда дайындығы бізде жалпы экономика факультетінің командасы өте мықты. Біз әрдайым әр чемпионатта бірінші орындар аламыз. Көбінесе бірінші орындар. Кейбір жаңағыдай көңіліміз болмай қалған кезде кішкене екінші, үшінші орын алып қаламыз. Дайындығымыз өте жақсы, бәріміз жақсы дайыналамыз. Және мен өзім яғни жартылай кәсіпқой футболмен айналысам. Батыр командасында ойнаймын. Негізі осындай үлкен жарыстарда әрбір команда өте қауіпті болып саналады. Бірақ ең қауіпті команда барлығына біз деп есептеймін, өйткені бізбен бәрі санасады. Біз бірінші орындар алғаннан кейін әр команда бізге қатты дайындықпен келеді. Негізі айтады ғой, поле 4 бұрышты, доп домалақ, сондықтан бұл жерде өте қиын, қайсысы мықты, қайсысы әлсіз деп. Бірақ біздің университетте әлсіз команда жоқ деп есептеймін, барлығы мықты. Баламның 7 жастан бастап футбол ойнап жүрді. Көршілердің балаларымен, немен, кішкене-кішкенеден енді, не сразу. Сосын біртіндеп өзі футбол ойнады, онан группаға, командаға бөлініп ойнап келетін. Жеңдер ба деп сұрайтын тұғымыз, енді бізге тоже интересно болса. Теннис ойнайды, баскетбол ойнайды, волейбол ойнайды, жүзеді. Тренировкалардан қалмайды. Мен олимпиадаларына баратын тұғым постоянно. Жарыстарына и көбінесе. Әне бұл спорт біріншіден айтады ғой, егер дене бітімі мықты болса, рухында соған тырмысады. Немесе егер сіздің ойыңыз және рухыңыз мықты болса, онда сіз спортпен айналысасыз. Кез келген спорт, футбол болсын, теннис болсын, барлығы өте керемет, яғни әлеуметтік жағдайларға бейімделуге керемет құрал болып келеді. Егер спортпен шұғылданып дұрыс жаттығу жасап жүрсеңіздер, ешқандай ауру да дерт те жоламайды. Сондықтан спортпен айналысуға өте жаңағындай ұсынысымды айтар едім, осындай спортпен шұғылданыңыздар деп.